Қайырлы кеш, достар. Мен кешкі асқа осындай пайдалы салат жасадым. Соның рецебімен сіздермен де бөлісе кетейін деп шештім. Бірінші картошканы ашып, жуып, осылай теркадан өткізіп, майға қуырып аламыз. Картофельный пай дейді ғой. Бірінші осылай картошканы мен қуырып алдым. Картофеліміз дайын. Енді теркадан қызылшамызды, сәбізімізді қабығын ашып, жуып, осылай теркадан өткізіп аламыз. Қызылшамызды өткіздік. Етті қайнатып, осылай жіңішкертіп турап аламыз. Және майонез қажет болады. Енді салатымызды жинаймыз. Ыдысымызға қызылшамызды саламыз. Сәбізімізді саламыз. Оның үстіне етімізді саламыз. Картошкамызды саламыз. Қара бұрыш пен тұз дәміне қарай саламыз. Және де майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылайынан. Салатымыз дайын десек те болады. Үстіне жақсылап күнжіт септім. Міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіздер, достар. Рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сау саламатты болыңыздар.